саламатсызбы? Мен ауылда кәсіпкерлік жағынан баяғы бала кезден арманым, яғни мал шаруашылығы жағынан. Бүгінгі сұхбатымыз, яғни Жүсіпәлиев Қойшыбай атамен сұхбат болады. Ата, мал шаруашылығы жағынан өзіңіз тиімді жағын айтып өтсеңіз. Мен Жүсіпәлиев Қойшыбай 41-ші жылы дүниеге келдім. Әкем шаруада көп жыл еңбек еткен, мал баққан, соғысқа қатысқан кісі. Одан көрген білгенімізді біле отырып, қызмет жасап, оның аяғы келіп, мал шаруашылығына айналыстым. Мал шаруашылығында 20 жыл совхоздың малын бақтым. Ылғи алдыңғы қатарда болдым. Оның арты келіп, өзім егемендік алғаннан кейін өзім жеке кәсіпкер болып мал жинадым. Сол малдың арты қазір бала шағамның үлесінде. Сол бала шағам қарайды. Қазір мал шаруашылығында малымда майда мал, ірі қара мал, бәрі де бар, түр-түрімен. Қазір Талас деген елді мекенде бір қыстауымыз бар. Сонда отырады қысы-жазы. Мал бағуды оңай емес, бірақ соған төзе білу керек, баға білу керек, жағдайының бәрін жасау керек малдың да. Міне соның өзі адамға көп күш-қуат береді. Ол жесең ет, сатсаң тиын тебен, балаларыңа да, өзіңе де, қалтаң да ақша болады. Бірақ оны жинау да оңай емес, оған ертеңге қарау керек. Жазда бірдей қарап отпасаң, ол саған мал өздігінен мал жаралануына құра алмайды. Сондықтан оған ерінбей жұмыс істеу керек. Ауруының қыста өзі, білесіңдер, қыстың өзі қырауда, далада суықта жүруде оңай емес. Сондықтан оны төзе білу керек. Қазір Құдайға шүкір, балаларым сол малдың арқасында көмектеп, жақсы шаруашылығымызды. Үй жайымыз бар, барлығы сол малдың арқасында пайда болып. Şimdi жасымыз келсе де, сол малдың есінен әлі балаларымызға бағыт бағдарлама беріп отырамыз. Жасы бар, күні бар, былай қылыңдар деп, бізден ақыл сұрап отырады. Соны айтып отырамыз. Қазір жаман емес, балаларым бәрі малға бейімді. Менің мал жүр. Рахмет ата сізге. Мені көріп отырсыздар, зияны көп болғанмен, бірақ пайдасы одан да көп екен. Ата сізге естіп, ақыл кеңес айтқаныңызға мың алғыс. Рахмет, еңбегің жансын, айналайын. Мадина Аймырзақызы, Жарылқасын Отарбаев атындағы орта мектептің 10-шы сынып білім алушысымын. Қазір біз өзіміздің ауылдағы Мади магазиніне келіп тұрмыз. Менің болашақтағы арманым осындай үлкен бизнес болып, үлкен кәсіпорын ашу. Осы бүгін осы әпкемізден сауалнама алуға келдік. Сәлеметсіздер. Мен сізге сұрағым, осы магазиннен қандай табыс көзін аласыз? Егер болмаса осындай магазин сатқаныңыз оңай ма? Иә, осындай магазин бастапқыда 500 мыңнан ашқанбыз, қазір 2 миллиондай товарым бар. Және де бір продуктімен шектеліп отырған жоқпыз. Прямой онлайн түрінде Қытаймен товар алып тұрамыз. Бір ғана продукты емес бұндағы. Бұнда керектіні қолжетімді, әрі халыққа қолжетімді баға. Жалғыз продукты емес, мысалы басқа да керекті заттар бар. Одан бөліп өзіміз арнайы онлайн түрінде заказ қабылдап, елден заказын беріп алмақпыз. Осы магазинді не себепті аштыңыздар, қандай мақсатта? Бұл ашқан себебіміз біріншіден біздің өзіміздің тұрмыстық жағдайымызға байланысты, әрі халыққа қолжетімді болсын дедік. Қазір осы магазин арқылы Құдайға шүкір бала шағамызды асырап, ары қарай немізді дөңгелетіп Саламатсың байланып, біздің жаңа тақырыбымыз оң жаңа зерттеу, жастан оқымыш
оқытушы Омзаға. Омзаны дегеніміз, Омзаның 1846 жылы неміс физигі Георгий Алмашқан және де оның формуласы өте аяр. Ол үшін сізге қандай құрал жабдықтар керек? Тоқ көзі, амперметр, вольтметр, резистор, кіл және де солардың жалғашысын бар. Менің есімім Етілғыз Айғаны, мен Жарылқас Матраев атындағы орта мектебінің 11-ші сынып білім алушысымын. Мен биылғы таңдап отқан пәнім физика математика. Сәлеметсіздер ме? Менің аты жөнім Есабаева Аружан. Мен Жамбыл облысы Сарсы ауданы өндіріс ауылының Жарылқас Матраев атындағы орта мектебінің 11-ші сынып білім алушысымын. Мен қазіргі уақытта медицина мамандығын таңдап отырмын. Сол себепті де өндіріс ауылының фельдшерлік акушерлік пунктіндегі Ақылбекова Гүлайым мейіргеріне сұхбаттаспақшымын. Сіз маған медицина мамандығының ерекшеліктері жайлы айта өтсеңіз. Бізде сіздер құсап оқу оқыдық. Сол кезде біз ақалды абзалжанды болуды армандадық. Қазір түсіп, оқып, жұмыс істеп отқан жағдайымыз бар. Біздің ең бірінші біз жедел жәрдем көрсете білуіміз керек. Бізде халықтың жағдайы, егер науқастан қалған жағдайда, ол кісіге біз көмектесіп, жаңағы денсаулығы жақсы болған жағдайда біздің ол жеңісіміз болып табылады. Екіншіден, біз істеп жатқан жеріміз өте тазалықты сүйетін жер. Одан кейін медициналық қызметкердің бір өзіне тиімдісі, оның өзінің организмінде не болып жатқанын өзі біледі. Мысалға, тұмауратқан жағдайда өзіне ем-дом жасай алады. Сондықтан сіздерге айтатыным медициналық оқуға түсіңіздер. Сіздің кеңестеріңізге рахмет. Мен алдағы уақытта Ақалада абзал жан боламын деп айтамын. Hi everyone, my name is Жібек Жолдасова. I am a student Жарылқас Матраев. I choosing English. Hi Jack. Hi Arjun. Why are you choosing English? It is difficult or not? My future profession is interpreter. In future, I will translate all textbooks from English into Kazakh. I think nowadays it is necessary to be able to translate text from English into Kazakh. In future, I will be like my English teacher. My teacher's name is Gulnana.